Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балмұздақтай жұмсақ, өте дәмді болып шығатын 3 шоколад мусты тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл торттың астына кез келген қалаған бисквитіңізді жасауға болады. Мен бүгін классикалық шоколадты бисквит жасайтын боламын. Құрғақ ингредиенттер: ұн, какао және жүгері крахмалын араластырып аламыз. Бисквит дұрыс шығу үшін ең маңызды нәрсе жұмыртқа мен қантты өте жақсылап миксермен араластыру. Миксерге байланысты 5-10-15 минут уақыт алуы мүмкін. Массамыз ұлғайып, ағарып және дайын болған кезде, із қалдырған кезде ізі жайылып кетпеуі керек. Құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп енгіземіз. 3 немесе 4-ке бөліп енгіземіз. Қосқан сайын абайлап астынан үстіне қарай араластырамыз. Массаның ішіндегі ауа басылып қалмай, сонымен қатар ұнның түйіршіктері қалмауы керек. Форманың диаметрі 20 см. Кез келген формада пісіруге болады. Мен осындай кольцо қолданатын боламын. Астына жақсылап фольга ораймын. Массамызды ыдыста немесе формада көп ұстамаймыз. Істеп болған бойда тезірек пісіруге тырысамыз. Фольганың астына кез келген пеште пісіретін форманы қоямыз. Формамызға құйып, бетін тегістейміз. Және беті тегіс біркелкі болып пісу үшін мен шпажкамен видеодағыдай айналдырып шығамын. Сонда бисквит бір тегіс болып піседі. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Бисквиттің дайын болғандығын шпажканың құрғақ шығуынан білеміз. Формадан шығарып, бисквитті решеткада толықтай суытамыз. Классикалық шоколадты бисквит осымен дайын болды. Бұл бисквиттің биіктігі 6 см. 3 шоколад тортына 2 см-лік бисквит те жетеді. Сол үшін ингредиенттерді 3 есе аз қылып бисквит жасасаңыз болады. Бұл бисквитті алдын ала пісіріп қойған болатынмын. Сол үшін осы бисквитті қолдануды шештім. Бисквитті 2 см-дей қылып кесіп алдым. Тортты осындай кольцода жасайтын боламын. Астын ас пленкасымен ораймыз. Бисквитті формаға салып, айналасына ацетат пленкасын орналастырамыз. Бұл пленканы кондитерлік дүкендерден табуға болады. Егер болмаса, ас пленкасын немесе файлдарды да қолдануға болады. Бұл торттың 3 бөлігінің ингредиенттері бірдей, тек қана шоколадтың түрлері ауысады. Қара шоколад, сүтті шоколад және ақ шоколад. Бірінші қара бөлігін жасайтын боламыз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап венчикпен араластырамыз. Венчикпен тез-тез араластыра отырып, ыстық, қайнауға жақын қалған сүтті жайлап құямыз. Араластырмасақ, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Қайтадан кастрюлямызға осы массамызды құямыз. Жапырақ желатинді сап-салқын суға салып қоямыз. Массамызды араластыра отырып, баяу отта кішкене қоюланғанша пісіреміз. Араластырмасақ, жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Міне массамыз кішкене қоюланды. Мен жапырақ желатинді қолданамын, себебі ол халал және өзіне керекті ғана суды сіңіріп алады. Желатиннің суын жақсылап сығып, ыстық массамызға қосып, жақсылап желатин ерігенше араластырамыз. Ұнтақ желатинді қолдануға да болады, бірақ оны жарты сағат бұрын белгілі бір мөлшердегі суық суға салып қояды. Қара шоколадты микроволновкада немесе водяной баняда ертіп аламыз да массамызға қосып жақсылап араластырамыз. Массамызды бөлме температурасына дейін суытамыз. Тоңазытқыштан жаңа шыққан сап-салқын кілегейді формасын ұстағанға шейін миксермен жақсылап араластырамыз. Үстіне суыған шоколадты массамызды қосып, астынан үстіне қарай жайлап жақсылап араластырамыз. Түсі біркелкі болғанша араластырамыз, әйтпесе тортымыз түрлі түсті болып қалады. Бисквит құрғақ болмау үшін мен пропитка жасаймын. Ол үшін сүт пен қантты жақсылап араластырып, бисквитке жағып шығамыз. Үстіне массамызды құйып, жақсылап тегістейміз. Массамыз қатаю үшін мұздатқышқа келесі қабатымызды жасағанша қойып қоямыз. Сүтті қабатымызды жасау үшін
Барлық ингредиенттер тура жаңағыдай, тек қана шоколад өзгереді. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырамыз. Араластырып отырып, ыстық сүтімізді енгіземіз. Массамызды қайтадан кастрюльге құйып, баяу отта араластырып отырып, қоюланғанын күтеміз. Қоюланған ыстық массаға желатинді сығып, қосамыз да жақсылап араластырамыз. Желатиннің толықтай еруі өте маңызды, себебі дайын торттан желатиннің кішкентай түйіршіктері шығуы мүмкін. Еріген сүтті шоколадты қосып, жақсылап араластырамыз. Салқын кілегейді формасын ұстағанша миксермен жақсылап араластырамыз. Сосын шоколадты массамызды енгізіп, жақсылап араластырамыз. Сүтті және ақ шоколадты қабаттары қара шоколадты қабатынан сұйықтау болады. Тұмызды шығарып, осы массамызды үстіне құямыз да қайтадан мұздатқышқа саламыз. Ақ шоколадты қабатқа барлығын тура осылай істейміз. Тек қана ақ шоколадты ертіп құятын боламыз. Тортымыз дайын болу үшін тоңазытқышта ең кемінде 5-6 сағат ұстау керек. Дайын торты қалауымызша әсемдеуге болады. Шоколадты ганаш құюға болады, немесе жеміс жидектермен әсемдеуге болады. Мен осылай ұсынатын боламын. Менің тортым тоңазытқышта бірнеше сағат тұрды. Формамызды шығарып, ацетат пленкасын абайлап алып тастаймыз. Торт өте әдемі, нәзік, жұмсақ, нағыз мусты торт. Менің каналыма жазылып, қоңырауды баса кетіңіз. Видеоға комментарий және лайк қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.